Қалай былай жалпы? Не істеп жатсыздар? Не жаңалық? Біраз адам, енді 99% адам қолдап жатсыздар ғой, рахмет. Мен енді ол қызды жамандайтын ешқандай ойым жоқ ше. Просто өзіме обидно болып қалды. Неге біз жігіттер осындайға түсіп қаламыз, осылай болып қалады бізбен деген сияқты. Сол неге қыздар алдайсыңдар? Ләж болса алдамаңыздар. Негізі жігіт ұнатса, жақсы көрсе, сыйласа, оны айтады ғой, за слабость не берите, бағалай біліңіздер. Сонда сіздерде барлығы жақсы болады, жігіт сіздерді алақандастайды. Шынымен де солай ғой. Областной прокуратураға бірнеше рет звондап жатырмын, көтермей жатыр. Мобильный және де рабочий телефондарына звондап жатырмын. Мен өзіме қатты уайым болып бара жатыр, бұл не қылмыстық іс екеніне. Қазір шықтым. Бұл жақты, ол жақтың базасын көріп айтамаймыз дейді, бірақ келген бап бойынша типа шошып отырмын қазірше. Может шатасып кеткен шығар дейді. Вообще басым істемей тұр ше. Баратын жерім облыс прокуратура екен. Бір сағаттан аса жер көрсетіп тұр. Барам. Масқара ғой. Кешеден бері, кеше түнде көрдім. Вообще настроением жоқ, ұйқы жоқ. Абайхан қалыңыз қалай? Әдемі, жақсы, күшті. Бірақ мәселе бар. Кішкене бір өмірімде бір настроение чуть-чуть түсіріп бар. Так былай жақсы. Сіздің стористарыңызды көретін адамдар сәл шошитын сияқты. Негізі не болып жатыр? Сондай болып жатыр. Кішкене өзім де түсінбей жатырмын ше. Көңілім ойласам бір түсіп кетіп жатыр ше. Бүгін Алла бұйырса енді ортаға шықпасақ, Алла бұйырса барлығын түсіндіреміз, айтамыз кім, не, қалай, не жасаған, не болған, мен не айтқаным деген сияқты. 14:30-да мүмкін біле жатармыз. Абайхан, сізге біздің жобада үйленген жұптардың ішінен қайсы жұп ұнайды? Айта алмаймын, бәрі ұнайды негізі, көбісі ұнайды, шыны керек. Бір жұп жоқ па, бір үлгі алатындай? Маған негізі өзіміздің Шерхан мен Ақбота ұнайды. Ұнайтын, иә? Үміттім андайда қосылса екен деген, екен ортада бала бар. Қапшағайға жетіп қалдым, бір 20 минуттай ма қалды жол. Жаңағы мәселе бойынша сол енді барғанда көреміз, енді шатасып қалған шығар деп отырмын. Так, келдім областной прокуратураға. Вообще басқа сыймайтын нәрсе ісіміз болып келгенде, соны мәселесін ақ-қарасын шешіп, біліп, сол үшін келдім. Бұндай бір қызық жағдай болды да. Мес жаққа барып бір заттар алған едім өзіме керек заттарымды. Одан кейін сол жерде магазинге кіре салдым. Магазинге кіріп, мынандай әдемі бір нәскилер алдым да. Сенесіздер ма, мынау бір нәски 2000 теңгеден ше, маған бірақ қатты ұнады нәски жалпы. Өте позитивный және әдемі нәскилер екен. Но мына нәски 2000 теңгеден, 2200 теңгеден ба бір нәрседен. Бірақ енді ұнады. Не бар сосын? Пакеттің антатингі. Мен күнде азанда жейтін нәрсем творог. Сол, одан кейін асу су алайын жоқ екен. Жоқ дамырады. Той құтты болсын. Не деген керемет, байлар қаяқта тұрады десем, осындай жерлерде тұрады екен ғой.